Армысыздар, қадірменді кітап сүйер қауым, құрметті әріптестерім. Мен Торбаева Айғаным Нұрғалиқызы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт» жобасы аясында жалғастырылған челленджді Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмір 9-шы IT мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Шынтаева Ботагөз Бақтыбекқызынан қабыл алдым. Халқымның қуанышты бұлбұлымын, жұртымның жүйрігінің дүлдүлімін. Көтеріп көптің көңілін күнде шауып, жүлделер жұма сайын туды күнім деп жырлаған қазақ халқының аса көрнекті дүлдүл ақыны, драмашы, прозашы Ілияс Жансүгіров, оның шығармалары алуан түрлі, сан қырлы. Ақын өз шығармашылығында әсем нақыштағы бояулары менен өзінің ерекшеленеді. Ақынның өлең жырларында өзінің халқына, туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі мен нәзік сезімі кестеленген. Осы орайда мен мектеп кітапхана қорына Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» атты поэмалар жинағын сыйға тартқым келіп отыр. «Құлагер» поэмасы сюжетті поэма. Қазақ әдебиеті қорындағы алтын орны алатыны ерекше. Осы челленджді мен мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің бірлестігінің жетекшісі Құрманбекова Жансұлу Акымханқызына жолдаймын.